Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз асқазан ауруын басушы және де асқазан ауруы күшейіп, қабынулар басталған кезде үй жағдайында немен көмектесуге болады және де ауруды қалай жеңілдетуге болады, солар туралы бүгін сөз етеміз. Жалпы асқазан ауруы қыстың бастапқы кезеңдері, осы кездерде қыс енді басталған кездері және де көктем кезінде көп асқынулар көп болады. Көбінде бұрын ауру болған, бұрын жара болған жағдайлар болса, асқазанда немесе 12-лі ішекте жара болған болса, немесе гастрит, эрозивный гастрит болуы мүмкін. Сол жағдайлары бұрын ауырған адамдарда осы кезеңдерде, қыстың енді басталған суық түскен кезеңдерде және де көктем кезеңдерінде аурулардың күшеюі қайталанып тұрады. Өйткені қабыну осы кездерде көбірек болады. Сонымен қатар суық түскен кезде және де көктемде адамның иммунитетінде кішкене әлсіреулер болуы мүмкін. Сол кезде ескі аурулардан сондай асқынулар болып тұрады. Сонымен қатар, егерде бұрын жара болған болса асқазанда, мен де өзім 2 жыл бұрын асқазан жарасынан ем алғанмын, оның қазір шүкір бәрі жақсы. Бірақ та бір жара болғаннан кейін ол жер толық жазылып кетуі мүмкін емес. Негізі жара толық жазылады. Ем алғаннан кейін, дәрігердің емін алғаннан кейін жара жазылуы мүмкін. Бірақ та асқазанның қатпар қабаттарын оны толық қалпына келтіру мүмкін емес. Оның ішкі түкті қабаттары олар қалпына дұрыс келе қоймайды. Жараның орны жазылғанмен сондай түктерінің дұрыс қалпына келмеу себептерінен сол бұрын жара болған жерлер сіздің әлсіз түсіңіз болып қалады. Сондықтан да әсіресе бұрын асқазанда жара болған, 12-лі ішекте жара болған кісілер үнемі күтініп жүру керек. Әрдайым осы сияқты асқазанның жұмысын жақсартушы және де оған көмек беруші табиғи нәрселерді қабылдап жүру керек деп өзім есептеймін, өзімде дәл солай жасаймын. Бүгінгі видеода бізде мына зығыр лен дейді, семена льна дейді, орысшасы, бізде зығыр деп атайды екен. Зығыр дәні бұл табиғи 100% шөптің ұрығы, былай айтқанда. Осы нәрсені пайдаланып асқазандағы қабынуды үй жағдайында біраз басуға болады және де ауруды жеңілдетуге болады. Сонымен қатар, бұның пайдалы жағына келетін болсақ, бұны дайындап ішкен кезде бұл орысшасында слиз дейді ғой, жабысқақ бір сұйықтыққа айналады. Бұны сумен араластырып, жылы сумен араластырып біраз уақыт қойған кезде жабысқақ сұйықтық сол асқазанның ішкі төгініне тигеннен кейін сол жерде біраз уақытқа дейін қорғап тұрады. Сондай асқазанның зақымданған қабатын қорғау қасиетіне ие. Ол бірінші қасиеті. Екіншіден, бұл леннің, зығырдың тағы бір қасиеті, бұл воспалениені, қабынуды азайтуға көмек береді. Әлгінде айтқандай, қабынулар, воспаление басталған кезде соны төмендетуге, немесе қабыну болмаса да алдын алып ішсе, осы қабынудың алдын алуға көмектеседі. Ол екінші көмегі. Үшіншіден, бұл леннің тағы бір пайдасы асқазандағы кислотность дейді, қышқылдықты төмендетуге көмегін тигізеді. Көп жағдайда асқазанда қышқылдық көбейіп кеткен кезде асқазан ауыра бастайды. Одан сайын, ауырған сайын тағы да қышқыл тағы да көбейе береді. Сол жағдайлардың да алдын алу үшін, немесе сондай жағдайлар болған кезде ауру жағдайларын жеңілдету үшін, аурудың әсерін басу үшін осы зығыр лен дәндерін дайындап ішкен өте пайдалы болады. Бұны енді қалай ішу керек, қалай пайдаланса болады? Мен өзім қалай қолданамын, сол әдісті сіздерге көрсетейін. Алдымен бұны біз бірнеше сағат бұрын дайындап қойғанымыз дұрыс, қабылдар алдында, және де мұны аш қарынға ішкен дұрыс. Немесе тамақтан кейін 1 сағат, 2 сағаттан кейін, кемінде біраз уақыттан кейін ішкен дұрыс. Жалпы бұны ішу үшін мынау дәндерден тұрады іші. Мынандай түске ие бұл зығырдың ұрығы, немесе тұқымы ма, қалай айтсақ болады. Семена льна дейді бұны орыстар. Осыдан 1 шай қасық аламыз. Менде мына жерде дайындалған түрі бар. Осы сияқты дайындауымыз қажет ішу үшін. Ол үшін не істейміз? Біз суды 200 мл суды жылытамыз. Ыстыққа жақын болған дұрыс. Шамамен 70-80-90 градусқа дейін қайнау алдындағы ыстыққа дейін жеткен ыстық суды пайдаланамыз. 200 мл суды аламыз. Мына жерде менде мынандай кружкалар әдетте 300-330 мл болады. Соны енді жартыдан көбірек алған кезде шамамен 250 мл су болады. Одан кейін мынадан 1 шай қасығын аламыз. 1 шай қасығын алып, ыдысқа салып, қайнауға жақын ыстық суды осының үстіне құямыз. Содан кейін оның бетін
қақпақпен басып осы күйі 1 сағат қойып қойған дұрыс болады. Ең аз дегенде жарты сағат қойса болады. Егер де сіздерге асығыс ішу қажет болса, жарты сағат қойып осылай пайдаланса болады. Бірақ менің байқағаным 1 сағат одан да көп тұрған кезде, немесе жатар алдында қойып таңда ішсе, ол өте мынау дәндер өзінің пайдалы элементтерін суға көбірек бөледі. Сондықтан да барынша көбірек қойғанымыз дұрыс. Кемінде 1 сағат қою керек деп өзім есептеймін. Одан кейін мынау су, жай ғана су емес, мынау бір жабысқақ су. Егер де мынаны ішіп болғаннан кейін мына ыдысты жуатын болсаңыз, қолға жабысып, сондай жағдайға келеді. Бұның пайдалы жері де сол жабысқақтығында. Асқазанның ішкі қабатын, зақымданған қабаттарды сол жабысқақ арқылы қорғаймыз. Бұны қалай ішкен дұрыс? Егер де күніне 2 рет немесе 3 ретке дейін қабылдайтын болсаңыздар, сол тамақ таңғы ас алдында, таңертең, түскі ас алдында, жарты сағат бұрын және де кешкі ас алдында ішсе болады. Егер де кешкі ас ішпесеңіздер, аш қарынға жатар алдында осыны ішіп алып, жатып қалса, асқазанды біраз тыныштандырады. Әдетте егер де асқазан ауырса, кешкі ас ішсеңіз, одан кейін жатып қалсаңыз, одан сайын ауру күшейеді. Ал егер тамақтанбаса кеште, ауру ол да басылмайды. Өйткені асқазан ішіндегі қышқылдық ол бөлініп шыға береді, аш қарынды одан сайын улай бастайды, оның ішін тағы да ауырта береді. Сол жағдайда мынау әсіресе өте тамаша. Жатар алдында егер де осыны ішіп алып, содан кейін жатып қалсаңыз, түн бойы тыныш ұйықтайсыз, және де асқазанның аз да болса қабынуын басып, қалпына келуіне өте тамаша көмегін тигізеді ол. Бұл енді мынау дайын тұрған сұйықтықты біраз сағат тұрғаннан кейін қалай ішке қабылдау қажет? Қарасақ, мына жерде дәндермен жүр. Негізі аурудың алдын алу, профилактика негізінде қабылдаған кезде, ол дәндермен қосып осылай іше беруге болады. Осы сұйықтығын ішеміз, соған қоса дәндерінде қосып іше салса, ештеңке болмайды, ол асқа қорытылып кететін нәрсе. Одан ешқандай зиян жоқ. Мынау қазір жұмсарып, сондай ісініп тұр дәндері, ол қорытылып кетеді. Бірақ та бір ескеретін жағдай, егер де сіздерде асқазанда ауру бар болса, қабыну бар кезде дәндерін ішпеген дұрыс. Ол кезде не істейміз? Мына сияқты сүзгіні алып, тағы бір ыдысқа бұның сұйық бөлігін ғана ажыратып құйып аламыз. Дәндері өтпей қалады, сүзгіде қалады. Біз сұйықтығын ғана ішеміз, дәндерін қабылдамаймыз. Өйткені мына асқазан қабынған кезде, асқазан ауырып жүрген кезде қосымша дәндер тітіркендіру бермеу үшін солай жасаған дұрысырақ болады. Сол кезде мынаның судың құрамына шыққан пайдалы элементтер бәрібірде әсер етеді. Су деген түсі кәдімгідей сондай сарғыш түске еніп, майлы түске еніп, сондай жабысқақ, сондай халде қазір тұр. Ол өте пайдалы нәрсе болып табылады. Дәрігердің дәрілерінің назначениесін толық алған күнде де бастан өткен жағдай, ол жерде адам толық айығып кетпейді. Осы сияқты денсаулығымызға өзіміз көмек беріп, асқазанның жұмыс істеуіне және де асқазанның сау болуына көмектесуші қосымша әрекеттерді жасамасақ, бір ғана дәрімен асқазан жарасын емдеп алу немесе асқазанның ауруын толық емдеп жіберу бір дәрімен мүмкін емес екенін өзім байқадым. Мен талай рет дәрілерді ішкенмін, мен айлап ішкен кездерім болды. Бірақ та өте сондай жара болған кезде, өткір жағдай болған кезде, әрине ол дәрілер өте дұрыс, өте тамаша, оны өз уақытында қабылдау қажет. Дәрігердің айтуымен, назначениесімен оларды өз уақытында қабылдауымыз қажет. Бірақ та ол дәрі-дәрмекпен де тоқтап қалуға болмайды. Осы сияқты пайдалы нәрселерді пайдаланған кезде біздің асқазанымыздың сау болуына, аурудың қайталанбауына және де өзіміздің денсаулығымызды дұрыс ұстауға өте тамаша әсерін береді. Әсіресе осы ауру қабыну көбейетін кездерде алдын алып, ауру басталмай тұруға осыны қолдансаңыздар болады. Немесе аурудың белгілері болған болса, осы арқылы өз ауруымызды басуға және де денсаулығымызды тіктеуге көмек жасасақ болады. Бүгінге осындай пайдалы мәлімет. Ауырмаңыздар, сау саламатта, амандықта кездескенше.